Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын әрі қолжетімді ингредиенттерден тұратын жұмсақ булочкалардың рецептісін жасап көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздерші, өте жұмсақ әрі тәтті. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне 2 ас қасық шекерімізді салып, аздап дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып шамамен 15 минутқа қойып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қалған шекерімізді қосамыз. Және миксердің, болмаса венчиктің көмегімен жақсылап біркелкілетіп араластырамыз. Массамыздың үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. 15 минуттан кейін біздің жаңағы массамыз, бірінші массамыз дайын болады. Осы 2 массаны бір-бірімен араластырамыз жақсылап. Және еліктің көмегімен біртіндеп ұнды салып илейміз. Бірден барлық ұнды салып жібермеңіздер. Қамырымызды илегеннен кейін сұйық май құйып үстін видеодағыдай қойып қоямыз. Біздің қамырымыз жылы жерде 1 сағаттың ішінде жақсылап көтеріледі. Міне қамырымыз осылай көлемде үлкейіп көтерілді. Енді осының үстін басып алмай, біртіндеп шетінен үзе отырып формаға келтіреміз. Мен дөңгелек формасына келтірдім. Сіз қалаған формаларыңызға келтірсеңіздер болады. Қамырымыздың үстін орамалмен жауып, тағы да бір 10-15 минуттай тындырып қоямыз. Енді штрейзель дайындаймыз. Сол үшін сары майымызға ұнымызды, шекерімізді қосып, жақсылап қолымызбен еземіз. Бізде түйіршіктелген штрейзельдер пайда болады. Тынған қамырымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығасыздар. Және де біртіндеп штрейзельдерімізді сеуіп шығамыз. Біздің булочкаларымыз 180 градуста шамамен 20 минуттың ішінде пісіп дайын болады. Өте жұмсақ, нәзік. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Каналыма тіркеліп, лайк басып, поделиться етіп қойып ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.